Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның мына бір ескерту хадисі бар, ұзақтау хадис. Жастарың пасықтықпен айналыса бастаған кезде дейді, әйелдерің бағынудан қалған кезде, өздерің Құдайдың діні үшін күресуді, Алланың діні үстем болу үшін еңбек ету, күресу деген сол ғой. Соны тоқтатып қойған кезде күндерің не кешеді екен дейді. Ауайын кайнун залика я Расулалла деп тағын қалады. Бұндай да күн басымызға түсе ма не? Яғни олар оны миына қондырамай жатыр. Қалай ол? Әйелдер әкең қайтыс болайын деп тұр, қоштасып қал десе де күйеуімнен рұқсат алған жоқ еді, мен үйден шыға алмаймын деп отқан әйелдер еді ол уақытта. Әйтпесе оның күйеуі келіп ұрып соғып жаңағы сөкпейді. Бірақ соншалықты әйелдер күйеуіне деген бағынуы сондай. Олар таң қалды. Ондай да күн басымызға келе ма дегенде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланың атымен ант етейін, одан да сорақысы болады. Жаңағы үш жағдай бүгінгі таңда басымызға келіп тұр ма? Келіп тұр. Жастарымызды қарасақ, қарның ашады, пасықтықпен айналысып жатыр. Әйелдер анау күйеуінің бетінен алып отыр. Үлкен астарда да кейбір апалардың қойшай деп ақсақалына қарап сөйлеп отқанын естіп қалғанда ұялып қаласың. Өз-өзімізді алдап жүргендеріміз жетіп жатыр.